емханамызда 17.000 халық тіркелген. Бұл алдыңғы жылға қарағанда 2 есе көп халық саны. Біздер әрине сапалы қызмет көрсетуге максималды түрде тырысамыз. Жаңа айтқан ішкі аудит қызметі бар. Яғни қазір осы жалпы дейміз ғой, шағым түскен уақытта бірден оны шешуге тырысамыз. Яғни оны науқас денсаулық сақтау басқармасына барып немесе әлеуметтік желіге салмай-ақ осы жерден туындаған кезде шешуге тырысамыз. Сол басында жүріп. Сол жерден мәселені максималды тұрғыда науқастың себебі біз айтамыз ғой, әрине былай өзімізде былай қарасақ, ауырып келген адамның көбіне жүйкеміз сыр беріп тұрады. Себебі ауру ол жүйке жүйесіне бірден әсер етеді. Кез келген сөз, кез келген тітіркендіргіш нәрсе адамға кері әсерін тигізеді. Соның үшін науқасқа кері әсерін тигізеді. Біз сондықтан бізде қазір тікелей психологымыз бар, сол бірге жұмыс жасаймыз. Яғни ол міндетті түрде науқасты сол уақытта мәселесін шешуге. Себебі бізде қандай медицина саласында біз өттік қой, коммуникативный навыки деген болды. Бізде коммуникациялық тәжірибеден өткен кезімізде науқастың ең бірінші ауруды естіген кезде өзінің ойы ол бұл ауру менде емес, және бұған қандай бір адам кінәлі. Яғни өзі емес, себебі ол психология, оны адамнан ажыратып алу мүмкін емес, ол бәрімізде де бар нәрсе. Сондықтан біз ойлаймыз, біреу кінәлі или біреу жаңағы жауап беру керек соған, мен сол ауруға ұшырауыма деген сияқты. Мысалы ретінде ұзақ уақыт кейбір адамдар 20 жыл бойы шылым шегеді, бір аяқ астынан одан қауіпті өкпе обыры табылып жатады. Сол кезде ол кімнен көруі мүмкін? Ол медицинадан мүмкін, тағы да, яғни қызметке бізден бірінші шағым келеді, бізден көреді да, себебі ауруды бірден қабылдау мүмкін емес, ол психология. Сондықтан сол бойынша біз жұмыс жасауға тырысамыз. Яғни халық түсіну керек. Ал жаңа айтқан жекеменшік жүйеде бәсекелестік бар. Бәсекелестік бар, ол бәсекелестік біз әр мекеменің арасында, әсіресе біздің мекеменің арасында ол бәсекелестік дамытуға. Мен ол кісілермен, мен олардың болғанына қуанамын. Себебі ол әр мекеме алға жылжуға тырысамыз. Яғни алға жылжу арқылы ең үлкен нәтиже, жаңа айтып кеттім, біріншіден медициналық әлеуметтік сақтандырудың тиімділігі неде? Мен алға жылжыған сайын менің науқастарымның денсаулығы күшейе түседі. Себебі бәріміз бір денсаулық саласының дамуына келіп соғып отыр. Яғни бірінші емхананың бірінші міндеті науқасты ауыртпау. Керісінше сол аурудың алдын алу. Бізде кейбір науқастар айтады ғой, сонда ауыртпай емдейін деп отырсыздар ғой деген сияқты да. Ел денсаулық саласынан қарағанда ауырып емделгеннен кейін айтады, емделіп шықтым деп та, ол техника емес, ол ауыстырған жоқ. Мысалы инсульт соқты ма или инфаркт алды ма, науқас жүріп кетуі мүмкін, одан кейін жақсы болып кетуі де мүмкін. Бірақ ұмытып кетпеу керек. Адам бір рет инфаркт алды ма, ода тыртық қалды. Ол реабилитациядан өту керек. Тіпті өткеннің өзінде ол 100% орнына келмейді. Яғни соны біз жүйеге алдық та, Қазақстан Республикасында емханалық бағытты күшейттік. Яғни науқас керісінше ауырмау керек. Ол стационарға түспеу керек, отаға түспеу керек. Қазір әлеуметтік сақтандыру жүйесінде негізгі бағыты сол. Емханалық жүйені дамыту, науқасты керісінше ауырудың ауырғанша алдын алу.